Қыз алып қашу екінші бөлім. Улап-шулап аулада билеп жүрген кезде қызымыз да келді. Біз осы келген машиналардың ішінде екен деп қызды күтіп отырсақ, бұл ағаларымыз екіге бөлініп келген екен. Салютты тамашалап тұрған кезде көптен күткен біздің көлігіміз де келді. Апаларымыз күткен немере келін. Басына ақ орамал салынып, салт бойынша отқа май құюға екі жеңгесі алып кетті. Барлығымыз неге екенін білмеймін, қызық көріп жан-жағында жүгіріп, фото-видеоға түсіріп жүрдік. Айтпақшы, осы жерде інім өзі де осы дәстүрге қатысуына сәл қалды. Үлкен кісілердің ақ батасын алып, келінімізді оң аяқпен үйге кіргіздік. Ал енді нағыз қызық басталатын сәт. Қызымыздан қолға алып хабаршыны күтудеміз. Кешегі балапаны өсіп, бүгінде жолдасына гүл беріп жатыр. Барлығымыз мандраж ұстап күткен жаңа құдаларымыз да келіп қалды. Енді ашулы жаңа құдалардың алдынан шықпаймын деп шештім. Кеше жеп қалғаным бар енді. Қыз қалды, жаңа құдалар ашуларын басты. Алда тек қана өте көптен қызықтар ғана қалды. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, мен сіздермен біргемін.